Так, всем ассаляму алейкум, мои дорогие друзья. И с вами, мои дорогие подписчики. Менің сүйікті подписчиктерім қалайсыңдар достар. В общем, бүгінгі видеода мен сендерге, Винчестермен, қалай оттяжка беру керек екенін үйрететін боламын. Сендерге видеоны лайктарыңды басып, ана тіркеліп кетіңдер достар. Мен сендер үшін осы видеоны шығаруға, ұзақ уақыт кетті. Енді Винчестерге настройка іздедім дегендей болады, Енді ұзақ уақыт енді телефонда отырып, неше түрлі видеолар көріп, телеграмнан іздеп, ВК-лардан іздеп, мен сендерге, Винчестермен оттяжка қалай беру керек екенін 2 сағат отырып, 2 сағат емес даже, почти бір күн телефонда шұқылап, әрең таптым десем де болады достар. В общем, давайте осы видеоға барынша лайк жинапсаңдар, 50 лайктан кейін басқа да оружияларға, қалай оттяжка беру керек екенін үйрететін боламын достар. Және достар, бізде қазір 730 подписчик болыпты. Давайте достар, осы ай біткенше, бүгін 27-сі ма, сол 27, в общем, осы ай біткенше, 1000 подписчикқа жете аламыз ба достар? 3 күнде қалай ойлайсыңдар? 1000 подписчик бола аламыз ба достар? Давайте барынша арнаға тіркел лайктарыңды басып кетсеңдер, сендер тіркелсеңдер, мен тез 1000 подписчикқа жетер едім достар. Давайте достар, в общем, біз онда видеоға кеттік. Давайте, let's go. Так, в общем, жектер, енді осындай двухсолкамен, Винчестермен, оттяжка беру, оказывается, достар, оңай екен ғой. Просто настройкаңды сәл туралайсың да, кнопка огнаңда дұрыс істейсің да, қалай көтеру керек екенін айтатын боламын. Дұрыстап кнопкаңды көтерсең, оттяжкалерің мощно ұшатын болады. Достар, көріп тұрғандарыңыздай оттяжка міне осылай ұшып жатыр. Вроде әдемі ұшып жатыр. Енді бұл боттар болған соң айтатын жарсыңдар, ой, мына боттар ғой, оттяжкаң ұшпайды десеңіздер, қазір сендерге даже хайлайт көрсетем бармыз ба? Ультиматумда, адамдарды өлтіріп, таман-аман істеп, сендерге даже хайлайт көрсетем достар. Давайте осы видеоға барынша 55 лайк жинап тастасаңыз достар. Мен сендерге тоже басқа да настройкаларды айтатын боламын достар. В общем, даже достар, Нурс, Дамир, Ероха, солардың, Маккуин, Мадара, солардың настройкасын тексеретін боламыз достар. В общем, сендерге видеоны лайктарыңды басып, арнаға тіркеліп отсаңдар, ондай болса, мен сендерге настройканы көрсетейін достар. Ең бірінші очередь достар, бізде, чу свичница кіреміз, бүткілін 200 қоямыз. Так, бүткіл 200 по умолчанию деп тұр ғой, үстінде сұрақ белгісімен, соны по умолчанию қоятын боламыз. Кнопкамызды 33-ге қоямыз достар. Мына көк адам тұр ғой, бармыз ба, көріп тұрсыңдар, үстінде сонымен дәл әкеліп түсіресіңдер төменге. Осылай 33-ге қоясыңдар. Және де дисплей деген кіреміз да, обычный емес, достар, высокийге қоятын боламыз, не упадчиктер. Выкл ма әлде, так высокий, так қайсына тұрған еді, высокий olsun, жәді үсіп тұра берсінші, так выкл деп қойсақ та, үсіп тұра берсін. Міне, оттяжкамыз осылай ұшады, осыдан кейін жіктер. Кеттік, мен сендерге хайлайт көрсетшенейін барып. Давайте. Так, достар, енді бізде осымен видеомыз аяқталды. Видеоны лайктарыңды басып арнаға тіркеліп кетіңдер достар. В общем, өздеріңіз көргендей енді бүткіл оружиемен ұшып кеттім, оттяжкам қалай болып кетті, Әйтеуір барлық оружиялармен оттяжка әдемі кетіп жатыр. Даже осы настройканы қойып көрсеңіздер де болады, Достар, осы видеоға 55 лайк жиналса, мен Нурс, Дамир,
Маквин солардың настройкаларын сатып алып, короче, сендерге көрсететін боламын. Айташкілер ұшама ұшпаймы, давайте осы видеоға 55 лайк жинасақ, мен сол видеоны шығаратын боламын, достар. В общем, сендермен бірге болған болмайын бека. В общем, лайктарың басып ана тікендер. В общем, всем давайте пока. Как айтпақшы достар, қазір осы видео аяқталған жыл достар. Осы братанның хайлайттарын кішкене көріп кетейік достар. Қалай ойнайтынын сендер де осылай ойнаңдар, короче. Всем давайте пока.